бала деген нағыз оңбаған ғой. Ақша беріп, маған сатқындық жаса деп тұр ғой бұл. Нан, жедел түрде Аңсар мырзаға айтып. Реттеу керек сияқты. Абонент байланыс аясынан тыс жерде немесе оның ұялы телефоны сөндірулі. Кейінірек хабарласыңыз. Алло, Қасен мырза? Алло, Жания? Я, бұл кім? Мен Қасенмін. Қасен? Я. Қалың қалай? Жақсы, бірдеңе болды ма? Жоқ, мен Аңсарды таба алмай отырмын. Білуімше жақсы таныссыңдар. Маған оны табуға көмектесіп жіберші. Сен тергеушісің ғой. Жандағылардың біреуінің нөмірі жоқ па? Жания, маған шұғыл керек болып тұр, әйтпесе саған хабарласпас едім. Жанда бір досы бар еді ғой, содан сұрастырып көре аласың ба? Жақсы. Бір хабарын айтарсың. Аңсар өзі хабарласар. Рахмет. Не деген қырсыған ол? Таңғы шайыңды да ішпедің. Зауқым соқпай тұр, апа. Кішкенеден ішем. Мен ауылға кетейін деп отырмын. Қаласаң бір-екі күнге қалай? Апа, сіз осы ауылдан бизнесіңізді ашып алған жоқсыз ба? Қайдағы бизнес біздің қолдан келмейді ғой ол. Жай көршілер өтінгесін біраз гүлдер алып қайтайын деген. Жақсы, апа. Жолыңыздан қалмаңыз, апа, жүре беріңіз. Менде бәрі жақсы. Назыммен ренжісіп қалдыңдар ма? Бірге жұмыс істейді екенсіңдер, Райхан айтқан. Істегенбіз, апа. Енді күні бойы бірге жүргесін ондай болады болу? Я, дұрыс айтасыз. Өткінші нәрсе ғой. Жарайды. Балам, жалпы Назым өте жақсы қыз. Бір-бірін түсінуге тырыссаңдаршы. Сіз айтсаңыз болды, апа. Жүре ғой, шайыңды іш. Қазір түсем.
Selam. Қайсың? Жақсы. Өткендегі құжаттарды алып келдім. Рахмет. Кофе ішесің бе? Назым, не болды саған? Қазір мен жұмысым басымнан асып жатыр. Кейінірек сөйлесейікші. Және де мені ешкім азамай қойсын. Жақсы жарайды. Рахмет. Басеке, қош келдіңіз. Қалайсыңдар бізге? Жұмыс қалай? Жұмыс жақсы. Жаңа ғана қаладан, орталықтардан пластик пен макулатура келді. Енді соны құрылғыға салып тексеріп көреміз. Дұрыс. Оны кеңседегілер біле ма? Иә, кім? Әселхан өзі айтты. Мынақта толтырылсаңдаршы. Шоқан аға, тойға баратсыз ба? Қандай той? Кім үйленді? Жоқ, кейін бағаныңыз айтам, әдем бұл. Жеңгелерің ғой киіндіріп болған. Осылай киініп жүр дедім. Бүгін бізге көмектеспейін дейсіз ғой? Енді мен көмектесем ғой. Бар көп сөйлеме, жұмысыңды істе. Шөкі, айып етпеңіз. Жоқ, ай. Жастар ғой. Мен түсінем ғой. Не қылсам мен толтыра салайын. Иә, толтыра салшы. Жарайды. Нұргүлдің айтқаны жақсы екен, дұрыс. Осылай киініп жүру керек. Сен мыналарың басың ашық кететін түрі бар ғой. Үйге дейін іздеп келетін боласың. Назым келіпті ғой, сөйлестің бе? Ол туралы айтты маған. Және хабарласты. Қасен сені іздеп жатыр екен. Мәс, телефон қосуды ұмытып кетіп қалған. Маған ештеңе айтқың келмей ме? Не туралы? Қасен екеуің не істеп жүрсіңдер? Сен ыңғайсызданып жүретін. Біздің гүл жігіт Қайролланың компаниясына жұмысқа тұр. Қашан? Жақында ғана. Біз Қасен екеуміз оны маңызды мағлұматтар білуге жібергенбіз. Ол бізге сейфтің құпия сөзін біліп берді. Ал мен неге бұл туралы ештеңе білмеймін? Енді сол сейфтен маңызды айғақтар шығып қалса деп үміттеніп отырмыз. Аңсар, мынау істеп жүрген дұрыс шығар. Бірақ Қасенге қаншалықты сенуге болады? Көрдің ғой, Қайролла біз ойлағаннан да жауыз адам болып шықты. Мен басқа амалым бар ма, айтшы? Енді не істемекшісің? Осы күнге шейін Қайролланың артынан аңдып жүрмін деп ойлағам, сөйтсем керісінше екен.
Айтпақшы, саған рахмет кеше сен болмағанда тағы бірдеңені білдірер едім. Қысқасы, Қасенмен кездесуге мен де барам. Сені бұлай жіберіп қойып отыра алмайды екенмін. Жарайды, жүр. Жүр, тамаққа шақырып жатыр. Түсе бер, аз барам. Қыздар, Назым келді. Жылаған сияқты. Оларға не болып жүр екен? Ертең қандай күн екен білесіңдер ме? Иә, ғашықтар күні. Енді білдім демеш. Бұрыннан бар ғой. Қалай уақыт тез өтіп кеткен? Қандай ғашықтар күні сәуірдің ортасында? Мә, мынау білмейді. Жалғыз аққу, қозы көрпеш баян сұлу күні. Бірақ жігіті жоқ қыздар ондай күнді елемейтін сияқты. Соны айтамын, мен соңғы рет қашан туылғанын есімде жоқ. Онда жігіт тап. Не ойлап жүрсің? Түр десе түрің бар, жұмысың да жақсы. Білмеймін не ойлап жүргенімді. Мен әлі өзім талғамдағы жігітті кездестірмеген сияқтымын. Кездестірмеген сияқтымын деп жүргенім қасымнан шықпасын. Асюл, қойшы. Ол мен талғамдағы жігіт емес. Қыздар, сендер не айтып кеттіңдер? Жұмақтамай бізге де айтсаңдаршы. Иә. Осы әңгімені Нұргүл әпке естігенде жақтырмай отыратын еді. Шығып кеткені жақсы болды. Жұмыстарыңды істеңдер дейтін еді. Порттың жаңа үйлерін көрдің бе? Шаршы метр біздікіне қымбат екен. Кеше презентацияларын көргем. Үштерді екен ғой? Иә, енді бірақ сұмдық қымбат қана. Иә, қымбат. Жігіттер, кірсем бола ма? Кіріп тұрсың ғой? Данияр, Оу. айымды өзіңе қарататын күн туды. Қандай? Қалай? Саған отбасымызбен көмектесеміз бақытты болуыңа. Иә. Қысқасы, ертең мейрам ғой, оны бір жаққа шақыр. Көп болды мейрамды тойламағаныма дейді. Қандай мейрам? Ғашықтар күні ғой, сен не, ұмытып қалдың ба? Жоқ. Аптаның қай күні деген? Қош, қайда апарсам болады? Қазір мен саған бір мейрамхананың мекен-жайын жіберем. Сол жерге барыңдар, іші деген керемет. Өзім де сол жаққа барғым келеді. Сен бірақ ұмытпай жіберіп қой маған, е? Жақсы. Қанатбек, мен саған жіберіп қоям, жарай ма? Жарайды. Сен нағызды алып ал. Саған жіберді ме? Қандай мейрамхана ол? Жібермеді. Ертең бірге барамыз. Ой, бірге барамыз деймін. Сен әлі түсінген жоқсың ба? Нені? Қай бір сенің жағдайыңды ойлап келді дейсің? Ол ертең қандай мейрам екенін менің есіме түсіріп, қай жерде тойлағысы келетінін айтып кетті ғой. Базар жоқ. Мен аузыма қиып соған сеніп отырамын ғой. Қыздар деген, е? Мыналар бір епсіз екен ғой. Анаған көмектесші айналады, құлатып алатын сияқты қазір. Басып қаламын, бәлейсің. Жігіттер жұмыс жасаса қалай қарап тұрады? Тағды көтер! Қаншама жігіттер тұрсыңдар, бір емін табыңдаршы енді. Енді көріп тұрсың ғой, адам жетіп жатқан базыге. Тиіссің екен, а? Кен тағы да көрейін. Көтеріңдер. Көтер. Тағы итер. Көтер. Базыге, үстіңізді құрттыңыз ғой? Енді сендер ғой бір нәрсе көтер алмай. Сізге бір көтерсін деді ма? Сізден басық шықпайды осы. Қойдыршы сен. Ой, мынау. Аққу ойладың ма? Қандай басық шық? Ой, мұна.
Димаш. Кешіріңіз, мен қазір. Тапсырғандарыңды алып келдім. Бәрі бар ма екен? Жас берген тізімім бойынша бәрін алдым ғой. Рахмет. Жұмыс қалай? Болады. Біз ауылға кетіп бара жатырмыз. Сен бармайсың ба? Ойбу, менде адамдар отыр ғой. Өздерің бара беріңдер. Енді мына жер жауып кетуге болмайды ғой. Жарайды. Онда біз кеттік. Жетістік айтып келеміз. Жақсы. Жолдарыңыз. Қазір. Гүлеке, қош келдіңіз. Жағдайыңыз қалай? Гүлеке. Гүлеке. Сен екеуіңнің менен басқа айналысатын шаруаларың бар ма, жоқ па? Жұмыспен айналысыңдаршы. Адамның өзі басы қатып отырса. Гүлеке, сіркеңіз су көтермей отыр ғой. Нең бар? Нең бар, менің сіркемде нең бар, суыңда нең бар. Бірдеңе дедім ба саған мен? Адамның өзі бас қатырып отырса. Бірдеңе бөлдірдім мен ше. Жеңгемізді ренжітіп қойдыңыз ба? Сендерге айтып отқан негізі мен де ақымақпын бар ғой. Болды, ұмытып алыңдаршы, ештеңе болған жоқ. Өздеріңде қалай? Бәрі дұрыс па? Бізде де жетісіп тұрған шамал. Не болып қалды? Айтайын ба? Айтшы енді адамның тағатын тауыспай. Ақыры көңіл күйіңіз жоқ қой. Айтайын. Ертең ғашықтар күні екен. Қай ғашықтар күні? Өзіміздің қоз көрпеш Баян Сұлу. Жығылғанға жұдырық болды мұны. Осы немдегі әйелдердікі бітпейтін мейрам тегі. Бүкіл мейрам солардікі ғой. Екі-ақ мейрамымыз қалған. 23 ақпан, 7 мамыр. Біреуін кеңес өкіметінің кезінде деп жоққа шығар. Екіншісі ол әскерилер күні. Оған да кірмейміз. Неге? Негесіңіз? Әскерге барып сен мені отан қорғап келіп бедің бір жерге барып. Жарайды. Ренжімеңдер, мен ашуланып та тұрмын бір шетінен. Не сыйлық алатын болдыңдар? Соны өзіміз ойланып жүрміз. Жігіттер не болды сендерге? Еркек емеспіз бе? Бұл қыздардың осындай бір мейрамда құттықтап қойсақ, өзімізге де жақсы ғой. Жақсы ғой. Жақсыдан жақсы ғой, бірақ енді еркек екеніміз деп көріп тұрсың жағдайды. Жарайды. Аңсар мырза келді ме? Жоқ, келген жоқ. Бүгін бір айналдырса шыр айналдырады деген. Бәрін қырсық шалды ғой, соған бола келген осында. Өзі де хабарласып жатыр. Аңсар мырза. Жақсы ға? Мейрамыңызбен. Ғашықтар күні. Ғашықтар күні. Дана. Аңсар енді мені көргісі келмейтінін айтты. Ол ашуланып айтты ғой. Сен де оны түсінші. Ашу басылған соң, әлі өз сөздеріне өкінетін болады. Мен оны алдадым. Мен кінәлімін. Оны жұмысқа шақырып қоймай, компанияның бүкіл жиналып. Сен енді оған жақсы болсын дедің ғой. Бүгін
таңертең оған. Ұсынысыма жоқ дегеніңе рахмет. Мен тым асыққан екенмін дейді. Ол мен кешірмеді. Кешіреді. Назик мойындамаш кешіреді. Әбден қиналдым. Қалайсың, Гүлжігіт? Жақсы. Қайролла менен Хан Виллаж қонақ үйінің жобасын сұрады. Смета, құжат, түгел. Егер сол істі соңына дейін жеткізетін болсаң, командаң жинай бер деді. Ақысы қалдырмайым дейді. Не деген оңбаған, е? Осы уақытқа дейін не үшін өшіккенін түсініп келді. Аршалсайдағы жобаны толығымен алғысы келді ғой. Өз басым адам баласынан мынандай жауыздық күтпеп. Сен не дедің оған? Ойланайын дедім. Дұрыс айтқансың. Сенде жобаның сметасы, архитектурасы бар ма? Жоқ, бірақ жұмыс компьютерімде бар. Мен саған жіберем, Қайроллаға бер. Не айтып тұрсың сен қазір? Жасым, бізде басқа амал жоқ. Солай уақыт үнемдемесек болмайды. Егер жобаны бастап кетсеш? Ол бастағанша біз бір амалын табармыз. Мүмкін кей жерлерін өзгертіп бір қате болатындай жасап береміз. Мен білетін Қайролла, оның бәрін бірден біліп қояды. Егер өтірік жоба жіберетін болсақ, Гүлжігіттен бірден күдіктенеді. Олай болатын болса, өтірік құжат жібермейік. Нағыз құжаттарды берейік. Я жігіттер, не жауап? Қалайсың? Рұқсат болса, мен қайта берейін. Жұмыстарым бар еді. Болады ма? Жақсы. Жақсы, рахмет. Не жауап? Жаңалықтың төресі бізде. Жасын екеуміз істейтін компанияның инвесторы Қайролла болып шықты. Оны қайдан білдіңдер? Келді, көрдік. Көрдің сэр, біз тым жай қимылдап жатырмыз. Оның үстіне Гүлжігіттен Аршалсайдағы жобаның сызбасын татыпты. Ол онсыз да түсініктер. Меніңше, Қайролла біз туралы бәрін білетін сияқты. Ал бізде оның сейфінің құпиясы өзі ғана бар дейсің ғой. Оны да қолдан алмай отырмыз. Жалпы оның пайдасы бар ма? Ансар, әкеңнің сотына тура бір ай қалды. Уақыт та бізге қарсы. Жұмыстарын істедіңдер? Біз енді ол жақта жұмыс істемейміз. Неге? Сен түсінбедің ғой деймін. Басшысы Қайролла болып шықты. Кеше ғана білдік. Енді? Қасен, мен Қайролланың қол астында жұмыс істемеймін. Соған ерегесіп жүрген өздерің ұнайтын болса, мен де қарсы емеспін. Түсінбедім.
осыны пайдаланайық та. Кірсем бола ма? Кіре ғой. Айтып жатыр жан сырды. Түніменен өзің жайлы түс көріп. Тамақ ішесіз бе? Жоқ, мен сырттан тамақ Әпке, сізден бірдеңе сұрасам бола ма? Айта ғой. Аңсараға PlayStation ойнай ала ма? Білмедім, оны неге сұрады. Маған үйретсінші. Әйтпесе сыныптағы әділден ұтыла берем. Мүмкін сіз өтінішті айтсаңыз орындайтын шығар. Ерас, сен маған ренжімеш. Бірақ бұл өтінішімді Аңсарға айта алмаймын. Неге? Үйретпеймін дей ме? Тамақ үйретеді ғой. Бірақ оның қазір уақыты жоқ. Жарайды. Шөке, не істеп отырсың? Ей, Нұржан, маған шошыттың ғой, не қылып тұрсың мұнда? Не жуып жатырсың? Ой, бүгін киіп барған костюм ғой. Тап төз еді ғой. Жоқ, енді шаң арасында жүрген соң жуып қою керек шығар деп ойладым. Өтірік айтпаңызшы. Түріңізден көріп тұр ғой, өтірік айтып тұрсың. Қойшы. Шашап жүрсіз, ә? Шашап жүрсіз, ә? Шын десем шашап жүр. Жұмысшыларға көмектескім келіп тұрады. Баяғыда басшыларды бозарды рахат шығар деп ойлап жүрмін. Қара жұмыста да, есепті де бірге алып жүруге оңай емес екен. Жұмыстың оңайы жоқ. Қарыз ашты ма? Жұмыстан ақши. Қоспайсыз ба енді? А? Қоспайсыз ба енді? Мына қосылмады ма не? Қосылған жоқ. Бәсе айланбайды мынау. Жүріңіз. Adam kurarız, dışarıya gidiyor. Назым, кешелі бері біртүрлі болып жүрсің. Сөйлескің келмей ме?
Бәрі жақсы. Жұмысқа бүгін бәрі келді ме? Иә, бәрі жұмыста. Бірдеңе сұрайыншы. Сәлеметсіз бе? Сәлем, қалайсыңдар? Жақсы. Жұмысқа келіпсіздер ғой. Біз саған келмейміз деп айттық па? Жақсы, мен керек емес болсам кете берейін. Айым, зауытты жаңартуға арналған смета дайын ба? Иә, Нұргүл ханым кеше бәрін жасап қойған. Алып келші. Жақсы. Назым, Қайролла қол қойған құжаттарды берші. Рахмет. Алло, тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе, Дана ханым? Біз Аида Калменова сән үйінен хабарласып тұрмыз. Бүгін жұмыс жайлы сөйлесуге келе аласыз ба? Иә, әрине. Сонда мен жұмыстарым қабылданды ма? Иә, Аида Калменова сізбен кездескісі келеді. Жақсы. Сағат нешелерде келейін? Сағат 5-те келе беріңіз. Кешікпеңіз. Жарайды, рахмет. Сау болыңыз. Қызым, тыныштық па? Апа! Мені Аида Калменова сән үйіне жұмысқа шақырды. Қош, Иә. танымал дизайнер Аида Калменованың өзі ме? Дәл өзі. Құттықтаймын, қызым. Рахмет. Жарайсың. Жаным. Қалайсың? Не істеп жүрсің мұнда? Саған тамақ алып келдім. Ғашықтар күні құтты болсын. Келсең әдемі екен. Жоқ, мұнда саған келме деп едім ғой мен. Енді сені ғашықтар күнімен құттықтап келдім. Сен құттықтамады деп ренжіген де жоқпын ғой. Жарайды. Тамағыңа рахмет. Кешке асықпай өзіміз-ақ отырып атап өтетін едік қой. Мейрамханаға да тапсырыс беріп қойған. Мейрамханаға? Иә. Енді кішкене жанында отыра тұрайыншы. Қайда, жұмыста? Иә. Саған жұмысқа кірмек түгіл мына жерде 2 минутта да тұруға болмайды. Жайма сенікі? Қазір ашуланам. Бастамаш. Тоқта гүл жігіт. Не сенің мұнда біреуің бар ма? Біреу, бастық қана бұл біреу. Сонымен ғана әңгімелесем болды. Онда неге кеттеп тұрсың? Ой, қайтпайсың. Жүрші, түсіндірем. Жүрші. Енді не істейміз? Жылай бермеш. Гүл жігіт, не бар осындай іске араласып? Сен істейтін тірлік емес қой бұл? Тыңдаш, маған Аңсар мырза өтінгеннен кейін басқа амалым болған жоқ. Сен басың істеме. Неге мені ойламайсың? Баламызға бірдеңе істе шеше. Әй, ол бір адам өлтіретіндей адам емес ол. Оның үстіне біз Қасен мырзаның бақылауындамыз. Сен мынасың маған мүлде ұнап тұрған жоқ. Гүл жігіт, сен бүгін үйге келмей-ақ қойшы. Ана Қанатбектің үйіне барасың ба, әлде далаға қонасың ба, өзің біл. Мә. Тоқташ. Сен не айтып кеттің? Біреудің үйінде жүрейін енді. Енді болмайтын нәрсеге мұрныңды салып жүрген өзің ғой. Не істейміз, а? Мен де тауып алатын шығармын. Тауып алады. Әрине тауып алады. Таңертеңнен кешке дейін жүрсең осы жерде. Үйге қайтшы. Онда мен үйге қайтайын. Кешке мейрамханаға да бармай-ақ қояйықшы. Жарайды. Өзім тамақ жасап қоямын. Сөйт. Таусым же. Жұмыстан шыққаннан кейін еш жаққа бұрылмай бірден үйге кел, түсіндің бе? Солай ғой онсыз да. Мейрамхана дегенді ұмыт.
Қайролланың да пайдасы тиеді екен ава. Қайролламен кездесу қашан болады? Жақында біреу жіберем деген. Содан кейін қаржыландыру жұмыстарын сол кісі жалғастырады. Тағы бір бастық па? Айжан емес қызым анда келетін сияқты. Нақты қашан келеді екен? Келесі апта? Мүмкін. Былай істесек, түстен кейін барлық келісім шарттарды жаңартсақ. Түстен кейін мен зауытқа баруым керек. Біз де барамыз. Иә. Оны араға ескерте салшы. Әселдің барған дұрыс болар. Зауыттың ішкі жұмыстарына жауапты сол. Сонда да ескерте сал. Жаным, Қанатбек. Қашықтар күнімен құттықтағысы келген ғой. Қандай бақыттысың? Айтпашы. Қанатбек сияқты болсын, бір жігіт тауып алу керек еді, жүрісіміздің. Бірақ түріне қарасың, мүлдем романтикке ұқсамайды ғой. Қойдаршы, қыздар. Ой, қыздар кеп жұмысымызға кірісеміз. Жоқ, ойынның ұшқырлығын айтам да, көрші кабинеттерін көріп жіберіп. Қыздар қалайсыңдар? Сәлеметсіз, кешіріңдерші, бүгін Шөкен тағы да кешіктіріп алып келді. Нұргүл қалайсыз? Жақсы. Шоқан аға бүгін сізге не сыйлады? Не сыйлау керек? Қойыңыз. Бүгін ғашықтар күні ғой? Сіздердің мерекелеріңіз. Қош, қыздар. Қайдағыны айтасыңдар. Шөкен екеуміз де қайдағы мереке? Ол бүгін қандай күн екенін де білмейді ғой. Сонда сіздер мүлде мереке тойламайсыздар ма? Жоқ, енді жалпы мереке айтулы күндер тойлаймыз ғой. Бірақ енді ғашықтар күн деген бертін шықты ғой, енді оны Шөкен білмейді де. Мүмкін. Өкінішті. Өздері не сыйлық алып жатсыңдар, я? Арамызда жігіті бар Әсел ғой. Соған ғана күл келді, бізге кімнен келсін. Пион. Ал Қанатбектің қалған жолы екен. Бізде жігіт жүр. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Мен берген құжаттар дайын болмады ма? Дайын болшы. Айтпақшы, Әсел, түстен кейін зауытқа барамыз. Дайын отырасың ғой? Жақсы. Мерекеңіз құтты болсын. Иә, мерекеңіз ғой. Қандай мереке? Бүгін ғашықтар күні ғой? Рахмет. Саған шығарда хабарласам, дайын отыр. Жақсы. Дана, сенің қолынан бәрі келеді. Өзіңді еркін ұста. Олар да сен сияқты адамдар. Туф, бірақ ол Аида Кауменова ғой. Бола берсін. Өзіңе сенімді болсан, бәрі жақсы болады. Мойындама. Сен осы жерде жұмыс істедің ғой. Біз бірге бәрін жеңеміз. Қане, жинал. Я, дұрыс айтасың. Менің қолымнан бәрі келеді. Кеттік. Алға. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізге қандай көмек көрсете аламын? Мен жұмыс жайында сөйлесуге келдім. Таңертең маған хабарласқан еді. Дана Арман қызысыз ғой. Елме жүріңіз.
Дана Арман кызы жұмыс жайлы сөйлесуге келді. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз бұрын дизайнер болып істедіңіз бе? Жоқ. Мен бұл жерде сату бөлімінде жұмыс істедім. Ал дизайнер ретінде әзірге тәжірибем жоқ. Эскиздарыңызға қарап, дизайнерлік тәжірибеңіз жоқ деп айтпас едім. Ал дизайн үлгісін жасауды қайдан үйрендіңіз? Мен бала кезімнен бері сызба сызамын. Апамның тігін машинасымен неше түрлі киім тігетінмін. Өте жақсы, Дана, бірақ несін жасырайын. Эскиздарыңыз кәсіби қолдан шықпағаны көрініп тұр. Бірақ өте ерекше. Маған сонысымен ұнады. Рахмет. Мен сәнеге жаңа леп әкелсем деп едім. Егер эскиздарыңызды дамытам десеңіз, мен сізді жұмысқа алуға дайынмын. Я әрине дамытқым келеді. Бұл менің бала кезімдегі арманым ғой. Жарайды, онда іске кірісейік. Мына сіз ұсынған жазғы көйлектің стиліне осы мата келеді деп ойлаймын. Ал менің жоспарым бойынша бұл жерге жібек матасы келетін сияқты. Қалай ойлайсыз? Жарайсың, Дана. Сәлем, қыздар. Сәлем. Сәлем. Сендерге ұйқыларың ашылсын деп кофе алып келдік. Рахмет. Рахмет. Жаным, мынау саған. Рахмет, жан. Және де бүгін кешке мен сені мейрамханада күтем. Шын ба? Иә. Қанатбек, соңғы кездері бір керемет романтик болып кетіпсің ғой. Таң атпай күн жібересің. Кешке мейрамханаға шақырасың. Я, жаным, маған Раушан емес Пионның ұнайтынын қайдан білдің? Тоқтаңдаршы, не айтып кеттіңдер? Мына гүл сенен емес пе? Менен емес. Сонда мынаны кім жіберді? Кім жіберді? Кім ол? Өзім де білмеймін, мен сен деп ойладым. Әрдайым күлімдеп жүр. Ғашықтар күні құтты болсын. Мен саған олай айтпаймын ғой. Осы сен неге маған шынымен де сондай сөздер айтпайсың? Тақырыпты ауыстырма. Осының бәрі сен мені инстаграмыңа салмайтындықтан. Енді сен білесің ғой неге мен салмайтынымды? Туыстарым оқиды дедім саған. Онда, мына жігітің сенің жаңа жұмыс орныңның мекен-жайын қайдан білді? Енді мен күнде инстаграмға саламын ғой. Қысқасы былай, ертеңнен бастап инстаграм парақшаның бірінші бетінде менің суретім тұратын болсын. Күшті шығарсың. Алло? Қашығып барам. Әсел, қайда барасың? Зауытқа. Әңгімеміз аяқталған жоқ. Көше қалып кел. Қайырлы күн. Жұмыстарыңыз қалай болып жатыр? Нашар. Келгендеріңіз қандай жақсы болды. Мына бірақ құрылғы екен ғой істеп тұрған. Өңдеп үлгермей жатырмыз. Қоқыс аз мөлшерде келе береді. Бұлай болмайды, Назым ханым. Ертеңнен бастап қоқыстың мөлшерін азайтайық. Мына жерде жұмыс істеп жатқан жұмысшының саны 20. Ал бізге күніне 40 тонна қоқыс келеді. Үлгермейміз, тіпті соңында өзіміз жасап кетеміз. Сонда сұрыптап үлгермей жатырсыздар ма? Тасып үлгермей жатырмыз. Қараңызшы, толып жатыр. Алдыңғы күнгі қоқысты әлі өңдеп жатырмыз. Онда екінші құрылғыны іске қосайық. Жоғын қосуға болмайды. Тексерістен өткен жоқ қой. Онда қоқыс мөлшерін азайтайық. Тіпті жақсы қоқыс мөлшерін азайта алмаймыз. Неге? Компаниялармен келісіліп қойған. Қандай келісім? Мен неге ол туралы білмеймін? Әсел,
қалада қоқыс жинайтын 6 компания бар, солардың бәрі бізге қоқыс алып келеді. Жарты жылдық келісім шартқа қол қойдық. Әсен, олай болмайды ғой. Біз онсыз да сынақ мерзімінде жүрміз. Бұндай көлемде қоқысты біз өндіре алмаймыз. Бар болғаны бір құрылғы істеп тұр. Неге ойламағансыңдар? Сынақ мерзімі туралы маған ешкім ештеңе айтқан жоқ. Инвестормен келісім шартты алдын ала бергенде бұндай жағдай болмас еді. Ал енді не істейміз? Сыртта 3 күн болды қоқыстың жатқанына. Шоқан ағам білмеймін, бірақ қоқыс мөлшерін азайта алмаймыз. Басқа да қондырғыны қоса алмаймыз. Қысқасы, мен кәсіптік өндірістегі жоспарымды өткіздім. Ары қарай өздеріңіздің шаруаларыңыз. Аңсар. Шоқан аға, екінші қондырғын көрейікші. Көрсетіңізші екінші. Кел, мына жақта жүріңіз. Жасын, өзің ойлашы, осылай ерегесіп істеуге болады ма? Назым, ол ерегескеннен емес, осыған дейін шешіліп қойған нәрсе екен ғой. Енді бір амалын табатын еді ғой. Аңсардікі дұрыс. Ертең серіктестерден айырылсақ, кіммен жұмыс істейміз? Мен ол туралы айтып тұрған жоқ. Оның осылай ерегесіп істеп тұрғанын айтып тұр. Білмеймін, Назым, не айтайын? Қолдан келгеннің барлығын жасап жатырмыз. Кеңсеге барған соң ақылдасайық. Сәлем, Назым. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Байқайым, сауыттың жұмысы қайнап жатқан сияқты ғой. Иә, ішке кірейік. Жақсы, өздеріңде бәрі дұрыс па? Иә, жақсы. Қош келдіңіз. Алдында шұғыл шаруаға шығып қалды. Қоштаса алмай кетіп қалды. Айып етпеңіз. Мынау бірге істеген жұмыстың нәтижесі.